Барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздермен бүгін біз биік бисквит дайындайтын боламыз. Бұл бисквит өте дәмді, жұмсақ, түзу және биік болып шығады. Бұны кез келген тортқа жасасаңыздар болады. Бұл бисквиттің биіктігі шамамен 5,5-6 сантиметр болып шығады. Одан да биік қылып жасауға болады бұл рецепт бойынша, және бұл өте бюджетті рецепттердің бірі. Құрамында тек қана ұн, қант, жұмыртқа және қамыр қопсытқышы бар. Сондықтан міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен осындай таза, құрғақ ыдыс дайындап аламыз. Ыдысымыз сулы болмауы қажет, және біздің араластыратын, миксерлейтін жұмыртқаларымыз салқын болуы қажет. Тоңазытқыштан алып, содан соң бірден осылай сарыуызбен ақуызын бір-бірінен ажыратамыз. Және ақуыз салынған ыдысқа сарыуыздың бірде-бір тамшысы түспеуі қажет. Сол кезде бізде керекті консистенцияға жетуге болады. Содан соң қантымызды алып, жарты қантымызды сарыуызға, ал қалған жартысын ақуызға біртіндеп салатын боламыз. Осылай видеода көрсетілгендей миксерлеп отырып, аз мөлшерде қантымызды саламыз, тағы да миксерлейміз. Миксерлеген кезде миксердің ең аз жылдамдығынан бастаймыз. Бірінші ең аз жылдамдығынан бастап 1 минут шайқайтын боламыз. Содан соң тағы да бір жылдамдық қосып, тағы да шайқайтын боламыз. Солай аз-аздан қантымызды қосып, және біртіндеп жылдамдығын көбейте отырып, 5 минуттай осылай ақуыздарымызды қантпен қоса миксерлейтін боламыз. Міне, бізде осындай қатты болып, өзінің формасын сақтайтындай консистенцияда ақуыз шығуы қажет. Тексеру үшін осылай ыдысымызды төңкереміз, сол кезде біздің ақуызымыз ағып кетпейді. Енді келесі ол біздің сарыуыздар. Осы сарыуызбен қантымызды жақсылап миксерлейміз. Миксерлеген кезде керек көп миксерлеудің қажеті жоқ, тек осындай видеода көрсетілгендей аппақ болып шықса болды. Енді жаңағы миксерлеген ақуызымызды сарыуызымызға біртіндеп сала отырып, ақырын араластыратын боламыз. Қатты венчикпен немесе миксермен араластырмаймыз. Тек қана бұл жерде силиконды күрекше немесе осындай мен секілді қасық қолдансаңыздар болады. Үлпілдек болып араласуы қажет. Бұның үлпілдегін біз жоғалтып алмауымыз керек, яғни пышность қалуы қажет. Сол кезде ғана қамырларыңыз жақсы көтеріліп, бізде биік бисквит шығады. Барлық ингредиенттер бір-бірімен бірігіп араласқанша осылай видеода көрсетілгендей етіп араластыратын боламыз. Біз араластырып болдық. Енді ұнымызға қамыр қопсытқышын қосып, жақсылап екі ингредиент бір-біріне біріккенше араластырып, жаңағы жұмыртқалы массамызға 3 бөлікке бөліп салатын боламыз. Барлығын бірден емес, осылай аз-аздан сала отырып, араластырып, қалған бөліктерін саламыз. Осылайша біз осындай қамыр дайындаймыз бисквиттің. Бұл дайын болған қамырымызды формамызға саламыз. Формам менің 22 диаметрлік форма. Осылай астын фольгамен орап, астына тағы да ағып кетпес үшін таба қойып қойдым. Осы форманың ішіне дайын болған қамырымызды, бисквиттің қамырын ақырын саламыз. Үстін жақсылап түзулеп шығамыз. Осы дайын болған қамырымызды тағы да түзу болу үшін осылай сілкейміз, және 180 градус қызып тұрған пеште 30 минут пісіріп аламыз. Мінекей, біздің бисквит дайын.
30 минуттың ішінде осылай болып шықты. Бұл бисквитті 3-ке немесе тіпті 4-ке де бөлуге болады. Мен осындай 3 бөлікке бөлдім. Әр қайсысының қалыңдығы шамамен 2 сантиметр болып шықты. Жан жағын түзулеп, торт жинай беруге болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Келесі кездескенше.